Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын етті бәліштің рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға бір жұмыртқа, ерітілген сары май және де қаймақ саламыз. Қаймағымыз 20 немесе 15% бола береді. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз, тағы да араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, араластырып, міндетті түрде електен өткізу арқылы қосамыз. Енді оны жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ қамырды илеп шығарамыз. Қамыр кішкене қолға жабысатындай болады, бірақ солай болуы қажет. Енді целлофан пакетке салып, оны 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмамызға кірісеміз, ол үшін пиязымызды майда етіп, төрт бұрыштап турап аламыз. Егер сізде менікі сияқты майдалау пияз болса, 2 пияз қолданасыз, ал егер ірі болса, 1 пияз жеткілікті болады. Пиязымызды фаршқа қосамыз. Менде фарш сиырдың етінен қойдың еті де жарай береді. Енді картоптарымызды майда 4 бұрышты етіп турап аламыз. Менде картопым кішілеу, яғни орташалау болғандықтан үшеуін қолдандым. Егер ірілеу болса, екеуі де жеткілікті болады. Картопымызды да фаршымызға қосамыз. Енді дәміне қарай тұз және бұрышымызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді жұмыс орнымызға ұнымызды сеуіп, жаңағы тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, осылай екіге бөлеміз. Бір қамырымызды біз шетке қойып қоямыз. Яғни осылай домалақтап аламыз да формасын келтіріп қойып қоямыз. Ал екінші қамырымызды біз жақсылап осылай жұқалап жайып аламыз. Тоңазытқышта тұрғандықтан ол уже қолға жабыспайды, жақсы икемделетін болады. Егер де мен сияқты осылай бірден пергамент қағазына жаятын болсаңыздар, өте жақсы жайылатын болады, сондықтан осылай жаюға кеңес беремін. Бірден осылай пергамент қағазынан тартып, противенге қойып алса болады. Енді салмамызды толығымен салып, оны формамыздың, яғни қамырымыздың шетінен 1 сантиметрдей ашық қалдырып, толығымен жайып шығамыз. Екінші қамырымызды да осылай пергамент қағазына жайып, осылай бірінші қойып алуға ыңғайлы етіп қойып аламыз да, қағазымызды алып тастаймыз. Сосын қамырдың шетінің барлығын осылай біріктіріп, жабыстырып шығамыз. Қамыр өте жұмсақ әрі бейімделгіш, жұмыс істеу өте оңай. Яғни жұмсақ болған соншалық, осылай жабыстырған, біріктірген жерлерде піскен соң да осылай жақсы пісіп, жұмсақ болып шығады. Енді бір жұмыртқамызды алып, оны кесічкамен толығымен де біздің бәлішіміздің үстінен жағып шығамыз. Пышақпен осылай кесіп шықсаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Қалауыңызша үстіне күнжіт немесе қара түмен сепсеңіздер болады, және 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз.
Осылайша біздің бәлішіміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Идеальный қамыр деп осы бәліштің рецептін айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй іштеріңізге ұнайтыны сөзсіз, әрі көпшілік, яғни үлкен отбасыға да жетерліктей болады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазыңыздар, әрі каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде колокольчикке басып қойыңыздар.